Әрбір өзін құрметтейтін аниматор ерте емес, кеш емес, өзінің жарақаттары туралы айтады ғой. И осы видеода мен сендерге өз жарақаттарым туралы айтамын. Біреулері байқаусызда, басқалары менің дебилизмнің кесірінен. Осы видеода мен осы жайлы айтатын боламын. Егер видео ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Ал мен бастаймын. Бұл видеода мен кішкентай жаралар туралы айтпаймын. Олар көбінесе шынтақта, тізеден, үй арасында баста. Себебі бұл бәрімізде болған жаралар. Бұл видеода мен тек серьезный жаралар туралы айтамын. Кеттік. Таудан қолау. Бұл оқиға болғанда мен кішкентай шигол етімін. Сол күні мен ата-анаммен және олардың достарымен тауға барған болатынбыз. Конечно, шашлык жеп, суға түсіп, кешке дейін уақытты кайфпен өткізген болатынбыз. И кешке жақын біз тауда көтерілейін деп шештік. Бәрі емес, әрине мен, мамам және басқа да бір балалар. Міндік, көрдік, и түсетін кезде мен жай түсудің орнына жүгірдім. Гениально, да? И разгонмен келіп, шекеммен қатты асфальтты сүйдім. Осылай мен басты жарған болатынмын. И осылай кече тауға шығуға желание құрды. Аяқты шығару. Бұл оқиға мен үлкенірек кезінде болған. Туысқан әпкемнің велосипедін айдап жүрген едім. Нойым келе жатырым, бірақ бір сәтте веліктің тормозын ұстап, жаман құладым. Ең қызығы мен шыққан аяғымды кешке дейін жүргенмін. И аяғым уже қойма ауырып және ісік өткенін көрген ата-анам менің аяғым шыққан түсініп, мені сынықшыға апарды. Осылай, менің жараларым туралы оқиға. Олар әлі көп, егер оларды айтып бергенімді қаласаңдар, комментке жазуды ұмытпаңдар. Ал сендерде осындай жаралар болса, онда комментке жазып кетіңдер. Ал сен мен Олжас Тоқабай, бұл типа анимация, өте қысқаша анимация. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий ұмытпаңдар. Аяқтаймыз. Сау болыңдар.